Қайырлы күн достар, сіздермен Маржан. Бүгін сіздермен дәл осындай керемет болып шығатын, өте дәмді, отбасыларыңызды баурайтын, ғашық ететін сырники дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Дәл осы сырникидің рецептін мен көп уақыт бойы іздеген болатынмын, бірақ ең көңіліме қонымды рецепт осы болды. Бізде ең бастысы творог болады, яғни сүзбе. Біздің творогымыз сондай бір қышқыл болмауы керек, дәмді әрі сулы болу керек. Қатты сулы болмау керек. Егер де қатты сулы болатын болса, ситадан суын сығып алсаңыздар болады. Одан соң осылай қасықпен творогымызды біркелкі массаға келгенше езіп аламыз. Қасық немесе блендермен езулеріңізге болады. Содан соң үстіне бір жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқамыз толық араласуы қажет. Біздің сүзбемізге жұмыртқамызды араластырып болған соң, осылайынан құм шекер саламыз. Құм шекерді өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты 3, 4 немесе 2 қасық салуларыңызға болады. Және де тағы жақсылап араластырамыз. Құм шекерді жақсылап араластырып болған соң, біздің ұнымызды саламыз. Ұнды жақсылап араластыру қажет, біркелкі етіп. Себебі біздің сырникиміз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан да біркелкі араластырған жөн болады. Неге осындай массаға келуі қажет, және біз қолымызға ұн жағып аламыз. Себебі біз сырникилерді қолымызбен формасын шығаратын боламыз. Қолымызға жабысып қалмас үшін қолға ұн жағып алу қажет болады. Және де біз сырникилерді қоятын ыдысқа ұнды жағып аламыз. Содан кейін қолымызбен сырниктердің осындай пішіндерін шығаратын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша биік, яғни қалыңдау етсеңіздер болады, немесе жұқалау, мен сияқты жұқалау етсеңіздер де болады. Себебі маған осылай істеген ұнайды, себебі жұқа болғаннан кейін тез піседі. Видеода көрсетілгенде барлық сырниктерімізді осылай дөңгелек пішінде етіп жасап шығамыз. Мінекей біздің сырниктеріміз дайын болды. 12 штук шықты. Енді біздің сырниктерімізді қуыратын боламыз. Ол үшін кәдімгі май қажет. Мен сары май қолдандым. Сары май қолдансаңыздар, дәмі өте ерекше, әдемі, дәмді болып шығады. Енді біздің сырниктерімізді салып шығамыз. Мінекей біздің сырниктеріміз қуырылып жатыр. Астын, үстін ауыстырып, қызарғанша қуырып отырасыздар. Себебі біздің сырниктеріміздің ортасы пісуі қажет. неге біз сырниктерімізді аударып жатырық, бірақ та астыңғы бөлік әлі
толық қызара қойған жоқ, бірақ сонда да астын үстіне ауыстырып қызарғанша осылай алмастырып отыру қажет, себебі ортасы пісуі керек. Неге осылай қызарып шыққанда уже ала бастайсыздар. Міне біздің сырниктеріміз дайын болды. Оны кез келген қаймақпен немесе осылай вареньемен берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Дәмі өте керемет. Ең бастысы ортасы барлық жері пісіп, сонда ерекше болып шығады. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте керемет болатынына сенімдімін. Сіздерде де осылай әдемі және дәмді болып шығады деген үміттемін. Егер де видео ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің инстаграм парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Ол жерде де көптеген қызықты видеолар болады. Ең бастысы қызықты стористер күтіңіздер.